келетін мүлде жайдарылық сол жылы бірақ әдеттен жырақ көрінді шынық ай барлық тоңдырды мені тоңдырды сені желтоқсан желі ызғарлы солдырды гүлді оңдырды нұрды көңілде мұңды із қалды солдырды гүлді оңдырды нұрды көңілде мұңды із қалды тоңдырды мені тоңдырды сені желтоқсан желі ызғарлы солдырды гүлді қасіретті көйлек көрбестік. Мен қорыққаннан шешем көйлегін ішіне кіріп кеттім. Етегіне. Айқайлап жатыр. Бір уақытта мені көтеріп ала жөнелді. Сөйтсем ана қызды лақтырып өткенде, анал таласып жатқанда мені ала қашқан. Сөйтіп аман қақпеміз екеумізде. Болмаса үшеумізде сен болам. Сол кезде қасқырдың жейтіні жоқ. Мал біткен, адам жейтінге шыққан. Үшеумізді де жайратады. Тағдырдың әйтеуір бір кілтипаны болды. Содан қап кеттік. Сіз Бұхара қаламайды дейсіз. Нені қаламайды? Сіздің басшылығыңызды, Геннадий Васильевич, бірінші хатшы болғаныңызды қаламайды. Неліктен? Мені КПСС орталық комитетінің саяси бюросы тағайындады. Сіз қазақстандық емессіз. Ол ұлтшылдық, жершілдік. Жоқ. Олардың талабы біздің республикамызды Қазақстаннан шыққан адам басқарса дейді. Ұлтшылдықтың не қатысы бар? Бұл мұқият ойластырылған ұлтшылдық. Біз мұның түбіне міндетті түрде жетеміз. Неге сонша ашулысың? Елдің басына неге орыста келіп қойды? Орыстарды жек көресің бе? Қазақстанда бірінші орында қазақ тұру керек. Дұрыс, бірақ өзің ойлашы. Біздерде Украинда, немісте, орыста, Европада бар. Бәрінің басында қазақ тұру керек. Қазақ! Сенімен сөйлесу қиын, сен мені естімейсің, өзіңді ғана естіп тұрсың. Жоқ, мына сіз мені тыңдамай тұрсыз. Неге онда Грузияда грузин, Түркменияда түркмен, Өзбекстанда рашидов, бізде неге голмен? Ол бұрын біздің жерімізде өмір сүрмеген. Бәріне сорлы халық қазақ па? Әрине жоқ. Республиканың басына қазақ келе. Сендерге уәде берем. Қашан? Жуырда, енді көп қалған жоқ. Қазақстан қазаққа берілсін. Қазақстан қазаққа берілсін. желтоқсан желі ызғарлы Тірі болсам, қазаққа қызмет етпей қоймаймын. Артында біз бармыз, бауырым. Бауырым, бұл да бір өтпелі кезең болар.